Сәлем достар, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге мынандай керемет дәмді ауызды үйіретін пловтың бір түрімен таныстырғым келіп отыр. Видео ұнаса лайк басып, комментарий қалдырып, арнаға тіркелуді сұраймын. Менімен бірге болыңыздар достар. Араластырамыз. Су молырақ құямыз, себебі суды төгіп тастаймыз қазір. Тұзын саламыз. Қайнатуға қоямыз. Мінекей қайнады. Енді 10 минутқа қоямыз. Альденте қылып пісіреміз, шала пісіріп аламыз күрішті. Қатты пісірмейміз. Күріштеріңізге қарайсыздар, шикі қылып пісіріп аласыздар. Мінекей күрішіміз уақыты болды. Сіз боламыз естіп. Табаның түбіне осындай қылып сары майымызды жағып аламыз. Жаңа күріш пісіретін кастрөліміз болсын, табамыз болсын, осындай майды жағып аламыз түбіне. Жақсылап. Енді тестісін дайындаймын. Ұнның ішіне тұзды салдым, бір жұмыртқа құйдым. Енді жарты стақан айран құйып, пловқа арналған тестімді жасаймын. Анымызды бір ысып аламыз. Бөліктерге бөлеміз. Мінекей осындай күймейтін табаға жасаған жақсы асты. Антипригарный. Сосын енді күрішімізді саламыз. Күрішімізді аздап сүйіп аламыз. Куркумамыз себеміз бетіне. Үстіне қайтадан күрішімізді себеміз. Бетіне куркумамызды сүйіп аламыз. Бетіне осылай май турып саламыз. Енді бетін жауып, майын салдық бетін. Көрдіңіздер, осылай майын саламыз. Бетін жауып, өте жай отқа
30-40 минутқа қоямыз. 30-40 минутқа бұқтырамыз. Қара майымыз саламыз. Туралған жуамыз саламыз. Шетіне қойып, тауығымызды қуырамыз енді. Бетін жауып қуырамыз енді. Мінекей осылай қызартып қуырып алып, шиімізді саламыз үстіне. Менде қатырылған вишня. Қатырылған вишнямды салдым. Енді қайнады. Енді тұзымызды саламыз. Татымына қарай өзіңіздеріңіздің ұнататындарыңыз бойынша саласыздар тұзын. Секерімізді салып аламыз. Сосын татымына қараймыз. Секеріміздің дәмі піскеннен кейін жаңағы анықтаймыз. Енді жауып бетін жарты сағатқа тауықтың піскен уақытына қоямыз. Арада жарты сағат уақыт өтті. Енді жарты лимонымды турайым. Суын сығып алам. Лимон шырынын құямын тауығымызға құйып, бір 10 минуттай бетін ашып қойып, қақпағын жаппай ашып пісіріп аламыз. Енді тауығымызды түсіріп алам. Қазір ыдысымызға саламын енді. Күрішімді оттан түсірдім. Осылай түсіріп аламыз. Күрішіміз бір-біріне жабыспай піскен. Өте әдемі.